Өскемен қаласының қоғамдық көліктерінде желтоқсан айынан бастап электронды билеттеу жүйесі енгізіледі. Жолақы карточка арқылы төленсе 90 теңге. Ал қолма-қол ақша түрінде болса сәйкесінше жоғары болмақ. Электронды картамен төлеу тәсілдері. Қолма-қол ақша. Автобус жүргізушісіне төлем жасап, билетті пост терминал арқылы алыңыз. Транспорттық карта. Көлік картасын валидаторға тіркеңіз. Карталардың 4 түрі бар. Жеңілдікпен. Арнайы жеңілдік алуға арналған құжаттар толтырылғаннан кейін жеңілдік картасы жасалады. Қызметтік. Қызметтік карта автобус жүргізушілері мен бақылаушыларға беріледі. Оқушыларға арналған. 7 жасқа дейінгі балаларға карта қажет емес, ал қалған оқушылар бұрынғы тарифпен жүре алады. Қарапайым карталар. Бұл картамен қалған жолаушылардың барлығы жүреді. Карталарды арнайы сату орнынан сатып алуға болады. Карта құны 500 теңгені құрайды.